Кен балаға сен де сиясың. Сен де сиясың. Сендер де сиясыңдар. Қатпасаң келмей-ақ қалар ем. Өз-өзіміз болмашыға күнде қырылысып жатқанда сырт көз бізді бақпай ма екен? Әрине. Сөз бар ма? Қансыраған елімізге қызықпай ма екен? Қызыққанда қандай? Күшік көзді қиғаш қабақ. Көрсің бар бір бүйіріңді. Тістесе, бақсының құмалағындай шашылып кеткен еліміз бар. Күннің шығысынан батысына дейін созылған ламбайтақ жеріміз бар. Сыймай жүрсек екен-ау. Сыйса алмай жүрміз ғой. Не болдық? Ағайын, етек-жеңімізді қымтамасақ біз не боламыз? Елдің бәрі қазақтың кең даласының дәмесі бар. Сен мықты болмасаң, сен рухани тұғырың мықты болмаса, сен тілің дінің тұтас болмаса, сен бір-біріңді сүймесең, бір-біріңде тас түйін бірлігің болмаса, тас жұдырып қойып бірігіп отырмасаң, осы оң тазының ортасында түскен қоян сияқты жұлынып тістегеннің аузында ұстағанның қолында кетуіміз кәдік біздің. Сондықтан да бізге тұтастық ауадай қажет. Қазақтың бірлігі қажет. Сопы болып, зікірші болып, анау болып, мынау болып, бөлініп, үйтіп-бүйтіп біріміздің артымыз бір шығып жатқан кезде қазақты қазір туталақайын шығарып, қанталапайға салайын деп отырғанын біз біліп отырмыз ба? Өкінішке орай біліп отырған жоқпыз. Көп қазақтың өкінішке орай қашанда жаулаушының қолында құрал солай болған. Кенесары неге жеңілді? Кенесары неге жеңілді, ағайын? Наурызбайдың албырттығы, Қоңырқұлжаның сатқындығы, Сыпатайдың салғырттығы себеп болды. Біріккен жоқ. Сосын аяқ аспаннан келді. Ахмет неге атылды? Сәкен неге атылды? Өйткені жапон шпион дегенде ешкім оған ара түскен жоқ. Сол кезде Сәкенге, Жүсіпбекке, Ілиясқа, Мағжанға жала жауып жатқан кезде шоқ-шоқ деп сырттан ағайын қандасы қарап отырды. Кетсе кетіп қалсыншы, өлсе өтіп кетсінші деп. Ғабит сияқты асылдарға өте кенде болдық. Бейімбет жау болса мен де жауым дейтін адам өте аз шықты. Қазір қараңыз интернетте. 37 жыл болса бір-бірімізді атып жіберуге дайырмыз. Бір-бірімізді етімізді тірідей жеуге дайын болып отырмыз. Сол интернеттегі жаланы жауып жатыр. Соның астына реплика қараңыз. Бірін-бірі қазақ қорғамай отыр. Аяғы не болады? Аяғы қазақтың құруына алып келуі мүмкін, ағайын. Біз ойлануымыз керек. Бізге тұтастық керек. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесеңіздің бәрі бос. Абай айтқан, бәрі бос. Тәуелсіздік деген сөзіңнің, Астана деген сөзіңнің, қазақтың даласы, Атырау, Сарыарқа, Жетісу, Жиделібайсын деген сөзіңнің бәрі бос болып қалады егер қазақ бірін-бірі дос тұтпаса, бірін-бірі бауыр тұтпаса. Жарайды, бөліп жатыр шала қазақ, қара қазақ. Шала болсын ол қазақ. Ол қара болсын қазақ, кедей болсын қазақ, бай болсын қазақ. Бір-біріңді кеудеге тегіп тербесіне қазақша білмейсің, сен оңбаған, сен елді сатып жүрсің десе, ол біраздан соң оның да беті қайтып қалады. Сен оңбаған намаз оқымайсың деп, оған тиісуге болмайды. Оқиды, иншалла, Алладына, оны иманды нәсіп ету, иншалла. Кешір оны. Тауфиқ сұра Құдайдан оған. Бір қазақтың баласы екенін түсінуің керек. Түсінуіміз керек. Мен түсінуім керек, сен түсіну керек, ол түсіну керек. Әйтпесе елдіктен біз айырылып бара жатырмыз. Қазір қазақ қоғамы құрдымға қарай бет алды. Осыны әркім түсінбейінше, жүрегін түбіне түсірмейінше ел болмаймыз.